Біз мына Қызылим ауылының тұрғындары жиналып, мынау жол мәселесі көтеріп отырмыз. Жол мәселесі өте қиын болып кетті. Мынау қыста және күз айларында біз мынау жолда жүру өте қиын болып тұр. Ауылдың тұрғындары мен көбіне өзіміздің орта жастағы жігіттер барлық жұмыс істейді. Ауылдың ішінде істейді, сыртта көрші елдерде жұмыс істейді. Мына грейдерленген автожолымыз міне. Шұңқырлары бәрі көбейіп кетіп, автокөлікке бәріне жүруге қиын болды. Қазақтың мақалы бар ғой, жол қиянатын жолаушы біледі деп. Міне бәріміз сол жолмен жүріп жүрміз, сол қиянатын жылда көріп жүрміз міне. Шұңқырлар көп. Соңғы рет Кеңес одағы кезінде 91 жыл ғана күрделі ремонт жасалған да. Содан бері жаңа айтқандай 2 рет қана ямочный работа ғана жүргізілді. Содан ешқандай жұмыстар жүргізілген жоқ. Грейдер бәрі бұзылып енді отырғаннан су жүріп кетіп жатыр үстінен. Жылдан жылға сол су басып кету көбейіп жатыр. Біз 8 шақырым жерді жарты сағат жүреміз. Сол жол мәселесі туралы біз ауылдың жастары көтеріліп отырмыз. Сол жолымызды кішкене шебен төсетіп, жөндетіп берсе ме дейміз. Асфальт дейміз, асфальт салынады деген не заман енді. Міне жол деп міне уже неше жыл болды, әкімдер бар, былай көз болып жетіп, өз жол келмейді. Ауылдың көп ауылда жұмыс орны жоқ, барлық шетте істейді. Жол керек, жол жөндеу керек. Соның мәселесін көтеріп жатырмыз да. Жылда міне әкімдер лақтырып, уже неше әкім ауысты міне. Сол жолдың қияметін көріп жатырмыз. Жолдың мәселесін көтерейік дегеніміз соны етіп жатырмыз да. Ауыл ел болып жиналып. Міне мұнда тұрғанның барлығы міне жігіттердің бәрі біреу шортанда істейді. Бәрі шетте істейді. Өте қиын болып тұр. Машинада бір техникалық машина түрлерін қараңдар. Бітті барлығы сынып. Элементарный ана не да келмейді, скорый келе алмайды, экстренный болып шақырып жатса, например, мынау ауылға келе алмайды никак. Сол жол мәселесінен бізге үкіметтен не көмек ретінде сұрап отырғанымыз ғой, өтініш сіздерден. Мынау ауыл тұрғындары осы жиналып, сіздерден мынау өтініш, осы жолды жөндеп, осы мынау жақсы істеп берсеңіздер екен деп өтінеміз. Бұл жолдың қиянатын тек қана біздің Қызылим ауылы ғана емес, мына жақта 4 ауыл бар әлде. Міне Қызылим, Карловка, Трамбовка, Емшол деген ауылдар бар. Олар да міне қаншама бейнет көріп жүр бірнеше жылдардан бері. Қыстыгүні жол болмайды. Қыстыгүні вообще отырамыз. Свет та болмай қалады боран соққанда. Электриктер келе алмайды. Сол бәрімізде қазір заманауи электр не насостар тұр нелерде. Насостар пеш қайнайды. Сол жағдай біздің. Сол жолдың мәселесі бар, сол жолға кетіреліп тұр барлығы. Жолға көмек керек болып тұр. Басқа ештеңе сұрамай осы жол істеп көмек болса болды сол бізге. Жол жаман, нашар жол. Шығатын жерімізге шыға алмай отырамыз. Қиын жағдай сол енді. Міне уже неше жылдан бері бір өзім келін болып түскенім, осы жолды бір істегенін көрген жоқпын мен. 50 жыл тұрып жатырмын мінекей. Осы жолды бір істегенін көрген жоқпын. Енді осы жолды бір кішкене оңдап берсе, енді ел басшыларына енді сұраймыз, сол ел көмектесе, былай Қызылим ауылына кішкене көмек берсе деп. Осы ауылдың тұрғынымыз, мына 50 жыл болды осы ауылда тұрып жатқанымыз. Сондықтан мына жолды өте жаман, балалар жүре алмайды жолда. Өте қиын, жолды жаңартуға уақыт болды ғой, курортный зонаға кірдік. Енді көшеміз осы міне елдің ішінде. Енді мына жол 1-6 километр жолымыз бар, соны бір істеу қиын болып тұр. Қалай қарайсыздар, соған Қызылимға көмек істесеңіздер. Бір жақсылықтарыңыз болса.